Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді әрі қарапайым тіске басар сосиска в тесте дайындаймыз. Сырты алтын түстес, іші жұмсақ әрі хош иісті. Осындай рецептпен пісірсеңіз, дүкеннен асып түспесе кем түспейді. Ендеше бірге дайындайық. Ең алдымен жылы сүтімізді және үстіне жылы суымызды, оның үстіне құрғақ өнімдеріміз, қант, тұз, дрожжды қосып, осылай жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Енді оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды осылай 2-3 бөлікке бөле отырып, алдымен вилканың көмегімен араластырып аламыз. Кейін осылай қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неге жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илеп болдық. Енді оның бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз жақсылап көтерілді, әдемі болып. Енді кішкене ұн себе отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды қатты қалың емес етіп жайып алдық. Енді осылай бөліктерге бөліп, сосискамызды біртекті етіп орап шығатын боламыз. Неге барлық сосискаларымызды осылай орап алдық. Енді табанымызға барлығын салып шығамыз. Енді жұмыртқаның сары уызына 1 шай қасық сүтімізді құйып, осылай араластырып, сосиска тестеміздің үстіне осылай жағып шығатын боламыз. Енді оның үстіне әдемілік үшін осылай күнжет сеуіп қойсаңыздар да болады. Мінекей дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне осылай қарапайым өнімдерден өте дәмді сосиска тесте дайын болды. Балалар да ересектер де сүйіп жейтін тіске басар. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.